Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кз арнасы. Бүгін мен сіздерге ипотека немесе үй салу артықшылығы мен кемшілігі жайлы айтатын боламын. Ипотека немесе үй салу мәселесі отбасын құрған кез келген адамды мазалайтыны анық. Баспаналы болу қазақстандықтар үшін жетістіктің, отбасылық бақытқа қол жеткізудің бір көрінісі. Батыс елдеріндегідей өмір бойы пәтерде тұру қазақстандықтар үшін сөктілікті саналады. Сондықтан бұл сұрақ Қазақстанда әрқашанда өзекті. Ипотекаға үй алған дұрыс па, әлде қолында бар қаражатына құрылыс бастаған жөн бе? Қазақстандағы нарық жағдайында қайсысы тиімді? Алдымен нені ескерген жөн? Жалпы елімізде құрылыс материалдардың құны өсіп жатқаны құпия емес. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше 2024 жылы құрылыс материалдардың бағасы 5,3%-ға, ал ағаш 15,6%-ға өскен. Ипотека немесе үй салу арасында таңдау жасаған адам ең алдымен олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтап алған жөн. Қаржылық жағдайыңыз, кететін уақыт, баспанаңыздың орналасқан жері, яғни қолайлылығын сараптап, болашақтағы шығындарыңызды есептеп көрген абзал. Үй салудың қызығы. Болашақ үйіңіздің құрылысын бастаудың өз артықшылықтары бар. Құрылыс шығындарын өзіңіз есептейсіз. Үйді өз бюджетіңізге қарай салуға, құрылыс материалдарын таңдауға мүмкіндік болады. Жер телімі де өзіңізге тиесілі болады. Ағаш, көкөніс, гүл өсіріп, аулаңызда қалауыңызша өзгерте аласыз. Құрылысты қалауыңызға қарай жобалай аласыз. Бөлмелерді де қаражатыңызға қарай жоспарлайсыз. Жер үйдің коммуналдық шығындары аз. Жеке үйде жылу жүйесін, қуат пен суды үнемдеуге болады. Құрылыстың шыжығы. Десе де құрылыс бастаудың кемшіліктері де бар. Үй салуға ұзақ уақыт қажет. Қаражатыңыз көп болса, әрине қысқа мерзім ішінде салып алуға болады. Әдетте қазақстандықтардың дені құрылысты жылдар бойы салатыны ақиқат. Нарықтағы құрылыс материалдардың да бағасы удай құбылып тұрады. Бастапқы есебінізден көп қаражат жұмсауыңыз ықтимал. Құрылыс салуға рұқсат құжаттарын алуға да көп уақыт жұмсауға тура келеді. Басты түйткіліктің бірі, үйді орталықтан алыс, қаладан сырт жерден салуға тура келеді. Мәселен, ірі қалаларда бос жер табу қиындықтың қиыны. Табылған күннің өзінде екінің бірінің сатып алуға мүмкіндігі бола бермейді. Ипотекаға сатып алу несімен жеңіл? Ипотекаға баспана сатып алудың да жеңіл тұстары бар. Бастысы дайын үйге кіресіз, құрылыс жұмыстарының машақатын тартпайсыз. Үй салатын адамға қомақты қаражат керек, ал ипотека көп қаражатсыз. Банктен қарыз ала аласыз, төлемдерді ұзақ жыл бойы бөліп төлейсіз. Ипотеканың артықшылығы: дәріханасы, ауруханасы, дүкендері, мектебі, бала бақшасы жақын жайлы қала орталығынан пәтер немесе үй алуға болады. Құжат рәсімдеуде оңай түседі, ипотеканы рәсімдеу жеткілікті. Ипотеканың салмағы. Дей тұрғанмен ипотеканың да жағымсыз тұстары бар. Басты кемшілігі әрине артық төлем. Ипотекалық несие бойынша банкке артық пайыз төлеуіңіз қажет. Оның үстіне банктердің қоятын өз талабы бар. Сол үдерден шыға алуыңыз керек. Айталық, несие тарихы, тұрақты табыс, төлем қабілеті және тағысын тағылар. Жылдар бойы ай сайын төлейтін төлем де оңайға соқпайды. Әсіресе жұмыссыз қалсаңыз немесе ауырып қалсаңыз, жығылғанға жұдырық болуы ғажап емес. Өткені 10 жыл мен 25 жылдың ішінде алда не боларын болжап білу қиын. Оның үстіне коммуналдық шығындардың құны жиі қымбаттап келеді. Жылу, су, жарық және қызмет түрлері қалтаңызды біршама салмақ түсіреді. Қандай таңдау жасау керек? Сонымен таңдау жасар алдында шаманызды ипотека мен үй салудың жақсы жаман қырын саралап алған жөн. Ұзын сөздің қысқасы, қаражатыңыз жеткілікті болса, ұзақ уақыт күте алуға жағдайыңыз көтерсе, үй салу тиімдірек. Ол үшін орталықта емес, қала маңында тұруға әзір болыңыз. Сізге немесе отбасыңызға қала орталығында немесе қаланың ішінде тұру маңызды болса, ипотекаға үй алу ыңғайлы болады.
тек ұзақ жыл бойы бөліп төлеу керек екенін жадыңызда ұстағаныңыз жөн. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.